Қаламызда жаңадан бой көтеріп келе жатқан Достық шағын ауданындағы 9 қабатты қос тұрғын үйдің дауы бітпей тұр. Павлодар әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы салған баспаналар қыс бойы жылусыз қаңырап тұрды. Өткен жылдың қыркүйек айында тұрғындарға тапсырылуы тиіс болған пәтерлердің жыры енді қашанға дейін созылмақ. Ладожская 5 мекен жайында орналасқан бұл су жаңа үйдің сырты көз тартарлық болғанмен ішкі проблемасы шаш етектен. Қыс бойы жылусыз тұрған пәтерлердің қабырғасы сыз тартып, терезе жақтаулары қоңырқай түске ауысқан. Қазірде тұрғын үй жылытудың уақытша арнасында тұр. Пәтерлерде жылу 20 градус. Келесі қыстың аязымен үй қоса суытама деп қауіптенген тұрғындарға мердігер алдағы маусымда жаңа жылу магистраліне қосылатынын жеткізіп басу айтты. Құрылысы былтыр аяқталған үйдің неге жылусыз қыстап шыққанына Павлодар әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының басшылығы былайша ақталды. Дома мы ввели в эксплуатацию 17 сентября. Үйлерді біз 2020 жылдың 17 қыркүйегінде инженерлік коммуникацияларсыз енгіздік. Өйткені жобалық сметалық құжаттаманың талаптары осындай болды. Пәтер иелерінің айтуынша қабырғалар мен едендерде де ақау баршылық. Кей бөлмелердің есіктері де қисық салынған. Бұл мердігер компания Портал ПВ-ның жіберген олқылықтары. Мы наглядно убедились, что дефект... Барлық ақаулар жойылмаған. Кемшіліктерді жөндеп жүрген жұмысшыларды көреміз. Бірақ ақаулардың негізгі бөлігі түзілмеген. Тұрғындардың қоныстануы үшін үйдің өзі де аумағы да дайын емес. Көрші алаңдар ата-аналарымыз бен балаларымыздың қауіпсіздігі үшін қоршалмаған. Санитарлық талаптар сақталмаған. Тіпті қоқыс тастайтын жәшіктер де жоқ. Жарықтандыру да толық емес. Бүгінгі күнге дейін ештеңе дайын емес. Біз қалай 3 сәуірде үйге кіреміз? Бұл үйде қалай тұрамыз? По освещению, по санитарным, они не выполнены, даже не баков мусорных. Пәтер иелерінің тізбектеген бұл ақауларын мердігерлердің уақытында жоятынына тапсырыс беруші жақ сенімді сияқты. Өйткені компания басшылығы журналистерге тұрғындардың жаңа үйге қоныстанатынын күнін жариялады. Практически все работы завершены. Негізі іс жүзінде барлық жұмыстар аяқталғанымен күн сайын жаңа ақау шығып жатыр. Оның бәрін біз қалпына келтіреміз. Қазір электрмен тұрақты түрде жабдықталды. Келесі аптада су беріледі. Содан соң сәуірдің басында тұрғындарға кілтті табыстауды жоспарлап отырмыз. Іргелес аумақты абаттандыру жаз мезгілінде жоспарланған. Жалпы тұрғындардың көпшілігі жұмыс сапасына риза. Біз Павлодарда-мыз. Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының акциялары 100% мемлекет иеленеді. Біз ешқайда қашып кетпейміз. Барлығына жауапты боламыз. Мердігер бұл үйлерге 3 жылдық кепілдік береді. Айта кету керек, жаңа үйлер құрылысындағы жұмыстардың сапасы облыс әкімінің де наразылығын тудырған болатын. Гүлсара Маликова, Юрий Белевский, ертіс ақпарат.